Ең жақсы құрал біздің бизнесте ол құпия сөздер, волшебный, сиқырлы сөз деп айтады. Бұрын айтып кеткендей, адам шешім қабылдады, біз енді оның армандарын, мақсаттарын жаздық. Міне, мен әдейі қаламды ұстап тұрмын да, бәрі құпия мынау қаламның ішінде деп айтады. Арман мақсаттарды жазған өте маңызды. Енді ең бірінші құпия сөз. Сіз тура шешім қабылдадыңыз. Неге? Сіздің келешектегі жағы партнеріңіз шешім қабылдаған, біз сол сөз айтқанда, сіз тура шешім қабылдағыңыз дегенде, ішінде көп күмәндар бар, сол күмәндар кетеді. Екінші құпия сөз ол, сіз осындай шешім неге қабылдадыңыз деп сұраймыз да, ол айта бастайды. Мен болса, мынау жоғары табыс тапқым келеді, мен тағы бір екі мақсаттарын айтады да. Ол енді бізге айтпайды, өзіне айтады. Сонда біз деп ойлаймыз, анау бәрі айтқаны подсознаниеге кетеді. Ол өте маңызды. Тағы бір құпия сөз ол ертеңгі күнді сату. Ертең өте маңызды күн деп біз айтамыз, Біздің бизнесте ертеңгі күнді сату бізге әдетіміз болу керек. Оны біз автоматом үйренуіміз керек. Мынау әрбір сабақтың жаттығуы бар, Мысалы, осы видеоның астында, же басқа видеоның астында 3 адам жазса, жаттығайық десе, біз сіздермен тікелей эфирге шығып, TikTokқа соны жаттығуды өткіземіз. Келесі құпия сөз ол бұл прививка, егу ретінде айтуымыз керек та. Мысалы бұлай, бүгін барып, міне, естідіңіз осындай мүмкіншілікті, кіммен кеңесесіз деп. Адам болса айтады, мен баяғы бәленбаймен кеңесем, же үн шықпай қояды. Сонда біздің айтуымыз керек та, сіз бүгін, ертең ешкіммен кеңеспей қойыңыз. 3 күннен кейін өзіңіз түсінесіз де бәрін айтып бересіз деп.